осыны айтып отырып, өткен сабақта бір тұжырымдап алдық, иә? Өткен сабағымызда біз осы Шоқан кім деген жаңағы Шоқанның өмірбаяны және оның жаңағы шығармалар мен достары туралы танысқан болатынбыз, иә? Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Шоқан Уәлиханов алғашқы қазақ ғалымы. Мұндағы мақсатымыз біздің Шоқан Уәлихановтың ғылыми зерттеулерінің тарихи құндылықтарын қазір анықтаймыз. Бір-бірінің тарапынан небір өткір сөздер айтылу үстінде. Жоқ. Мен өз сөзімді айттым, бітті. Бұған келіседі деп ойлаушы болмаңдар. Смелов неге сонша дуласы ол айтарлықтай жаман адам емес. Білімші, білім деңгейі өте жоғары, түр келбеті жеткілікті, нағыз сері десек те болады. Біз айналадағы көрген адамды ғалым сайлауға жатқан жоқпыз ғой. Білімі бар, халыққа көбейін есімдеген адамды ғалым сайлаймыз. Иә, келісемін, оны көптеген еңбектер қазір жарыққа шығуда. Естуімше Шоқанның философия, этнография, тарих туралы еңбектері пікірлері ұлттардың әртүрлі құндылығына айналғандай. Және де көптеген шет тілдерінде жақсы біледі. Қазақ ғалым келсін. Оның тұла бойында бір алғыр жанып жатқан талант бар екеніне сенімдімін. Жас жігітке бір мүмкіндік беріп көрейік. Иә, мен сендермен келісемін. Шоқан, әне дегенше ауыл мектебіне зейдеді. Оны қай оқу орнына жібереміз? Ертең оқымай қалмасын. Шоқаным ақылды ғой, оқуын тастамайды. Бір жақсы жері оқуға түссе, жақсы болып кетеді. Шоқаным осы сәтте Шоқан және оның мұғалімі үйге кіріп келеді. Бірінші сізді мұғалімші, зерттеушісі, кәсіби суретшісі, шешен Шоқан Уәлиханов туралы ғалымдар не ойлайды? Осы кезеңде Семен Яковлевич Капустин. Шоқан өзінің ерекше бауырмалдығымен мені бауырым деп айтуға мәжбүр етеді. Оны ескерсеңіздер ерекше мінезі және қырлары біздің ерекшелігімізді білдіреді. толықтай келісемін. Осы кезде Николай Иванович Веселовский қосыла кетеді. Шоқан Уәлиханов ғылымдар шығармаларында ақан жұлдыздай жарқын көзде жоқ болды. Оны шығармаларында шыңдадым. Солай емес пе Сәбеке? Сәбек Мұқанов та басын изегендей болып. Иә, менің ақан жұлдыздарының қазақтың ұлы ғалымы, ағартушысы Шоқан Уәлихановтың өміріне қызметіне арналған. Григорий Николаевич Потанин барлығын мұқиятында. Мен барлықтарыңызбен толықтай келісемін. Шоқан нағыз қазақ балалар үшін жаралған ерекше тұлға еді. Сонымен қатар ол өзінің бауырмалдығымен мені дос қылып алды. Осылайша ғалымдар Шоқанның қандай ұлы тұлға екендігін дәлелдеді. Осы айтылған ойлармен келісесіздер ме? Және де ол Қашқарияға да барған. Ол Қашқарияда жаңа Асай айта кеткендей өте қауіпті жерге ол өзі барғанда Шәкеге барды. Және де Қытайға барып келді. Кейіннен Қашқария сапарына барды. Ол жаққа көптеген жазушылар ешқайсысы баруға талпынған жоқ, себебі өлімнен қорқып. Еске сақтау қабілеттерінің қаншалықты екенін ішінде өздеріңіз ұстап көресіздер. Мына жерде әр топтан бір бала жүгіріп келеді, бірінші сөйлемді оқып, баланың жылқысы болады, оқып, сол сөйлемді ішінен қайталайды да орнына барып сол сөйлемді жазады. Ол келіп жазғанша екінші бала келіп оқиды, сөйтіп келіп жазады. Одан кейін бәрі біткесін жиналып, қандай қорытындыға келесіздер, қандай сөйлемдерді қарастырып, мәтін шықты. Иә, соны жасаймыз. Бірінші топқа бірінші мәтін, екінші топқа екінші, үшінші топқа үшінші және төртінші топқа төртінші мәтін. Бастайық. Бір-бірден келіңдер. Қазір месіндерге ой шақыру дейді. Балалар мына жерде 10 сөз жазылып тұр. Мұқият оқып аламыз, есімізде сақтаймыз. Қазір бұл сөздерді мен өз бұл сабақты оқып, есіңізде аласың. Бұл сабақты оқып еңген Шоқан Уәлихановты босандырған көп жазған деректерін оларды білдім.